Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен Әсел. Менің бүгінгі рецебім бұл сіздерге арналған ірімшік қосылған тоқаш. Бұл тоқаш бізде ерекше болайын деп тұр. Себебі бұның формасы ерекше болады. Сонымен бұл тоқашты міндетті түрде жасап көріңіздер. Себебі нәтижесіне көз тоярлықтай әдемі тоқаш болып шығады. Дәмі де ерекше. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, басқа да адамдармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сонымен кеттік, бастайық. Алдымен біз бірінші сүтті екіге бөлеміз. Себебі бір бөлігіне ашытқыны ғана саламыз, екінші бөлігіне тұз, қант, жұмыртқа, соның барын біріктіріп, масса езіп дайындап аламыз. Ең алдымен шым-шым ғана қант саламын, ашытқы салатын сүтке. Қалған қанттың барлығын мына сүтке саламыз. Қант бәрі еріде, тұз. Енді осыны біраз венчиктің көбегімен араластырып езіп аламыз. Жұмыртқаның сарысын саламыз. Бұны да венчиктің көмегімен еземіз. Менің сүтім суыды, жылы сүтке жаңағы ашытқының басын қостым. Енді бұл сүтте 1-2 минут жату керек. Ашытқы дайын болған кезде сүттің бетіне барлығы шығып, жақсы көтерілетін болады. Менің ашытқым дайын болды. Көрсеңіздер, объемы көбейді, массасы көбейді. Енді алдымен ұнымызға мына ашытқының басын қосамыз. Келесі кезекте жаңағы тұз, қант, жұмыртқамызды қосып, 1-2 масса нан илейміз. Мен өзімнің сүйікті қасығыммен нанды біраз илеп аламын. Нан әбден иленіп болғаннан кейін сармайды қосып қайтадан нан илейсіздер. Мен нанымды илеп болдым. Енді иленіп болған нанға комнатный температурада жұмсарып тұрған сармайды не маргаринді салып, тағы да нан илейсіздер. Мен нанымды илеп болдым. Өте жұмсақ нан болып шықты. Енді мына чашамыздың үшін біраз май тамызып, нан әбден көтерілгенде чашадан нан тез жылдам түсу үшін мен біраз майлаймын. Осылай майлап алдық. Бетін пищевой пленкамен жабамыз да, көтерілгенше күтеміз. Жылы жерде микроволновканы қосып 1,5 минут қоссаңыздар болады, сонда тез көтеріледі. Мынау біздің тоқаштың ішіндегі начинкасы болады, салмасы. Бұл жерде творог, қант, манная крупа. Осының бәрін біріктіріп, араластырып қоямыз нан көтерілгенше. Себебі бізде манная каша творогтың влагасымен біраз қабару керек. Менің наным көтеріп дайын болды. Енді бұны біз тегештен түсіреміз. Міне оңай түседі. Көрдіңіздер ғой май жаққан кезде. Енді бұны біз кем дегенде бір 15 бөлікке бөлеміз. 15 бөлікке бөліп, домалақ шариктер жасаймыз. Нанды осылайынан кесіп аламыз. Нандарымды домалақтап болдым. Енді нан бізде 5 минут демалу керек. Оның бетін салфамен жауып қоясыздар. Беті кеуіп қалмау үшін, себебі бұда жұмыртқаның сарысы көп, сол себепті тез кеуіп қалады. Кеппеу үшін осылай жауып қоясыздар. Нанды оқтаудың көмегімен біраз жайып аламыз. Енді ортасына начинканы салып, аузын буамыз. Түйіп шығасыздар.
татарский беляшидің аузын қалай жинайсыздар, сол секілді осылайынан жинап шығамыз. Жинап болдық. Енді қайтадан оқтамен біраз жаямыз. Жайып болдық. Енді бұны жан-жағынан кесіп аламыз. Ромашка жасаймыз, бұл наннан біз. Осылай кесесіздер де, бұлай бұрап жоғары қоясыздар. Сонда осындай узор болып шығады. Нанның бетіне бір жұмыртқаның сарысы, бір чайна ложка суық суды араластырып, бетіне жағып шығамыз. Сонымен тоқаштың нәтижесі осы, қараңыздар. Өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде қайталап жасаңыздар. Керемет. Сөз жетпес әдемі болып тұр. Дәмі де әрине тіл үйреді. Сонымен біздің тоқаштың нәтижесі, қараңыздар. Жұп-жұп-сақ прям деген. Қараңыздар, қандай жақсы көтерілді. Как бух, прям мамық секілді болып тұр. Тамаша. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде қайталап жасаңыздар.